Қазақстанда күніне мыңдаған адам телефон, көлік, пәтер, ноутбук сатып алады, бірақ олардың көбі бір қателікті жібереді. Бір ғана қате сізді жүздеген мыңдаған теңгеден айыруы мүмкін. Ал бір ғана дұрыс тәсіл арқылы кейбір адамдар OLX.kz арқылы ай сайын жүздеген мың, тіпті миллиондаған теңге табыс тауып жүр. Сонда OLX.kz деген не? Ол жай ғана хабарландыру сайты ма? Әлде Қазақстандағы ең үлкен онлайн нарық па? Бұл видеода біз OLX.kz-тің бүкіл құпиясын ашамыз. Ол қалай жұмыс істейді, қалай ақша табады, неге миллиондаған адам осы платформаны пайдаланады, алаяқтар қандай тәсілмен қолданады. Және осы видеодан кейін сіз OLX.kz-ті басқаша көретін боласыз. Көпшілік OLX.kz-ті түсінбейді. OLX.kz деген не? Көпшілік OLX.kz-ті интернет дүкен деп қабылдайды. Бірақ бұл қате. OLX ешқандай телефон сатпайды, ешқандай көлік сатпайды, ешқандай пәтерге жалға бермейді. Ол тек екі адамды байланыстырады. Бір жағынан сатушы, бір жағынан сатып алушы. Яғни OLX Қазақстанда ең үлкен онлайн хабарландыру платформасы. OLX тарихы, OLX-тің атауы, ол бізде онлайн exchange деген сөзден шыққан. Компания 2006 жылы құрылды. Бүгінгі таңда ондаған мемлекетте жұмыс істейді. Қазақстанда миллиондаған адам күн сайын осы сайтқа кіреді. Сіз де өміріңізде кем дегенде бір рет OLX қолданған болуыңыз мүмкін. Неге OLX соншалықты танымал? Өйткені мұнда көлік бар, пәтер, жұмыс, телефон, ноутбук бәрі бар. Бір сөзбен айтқанда, адамдардың керек дүниесінің бәрі осында. OLX қалай жұмыс істейді? Жүйе өте қарапайым. Сатушы фото жүктейді, баға қояды, сипаттама жасады. Ал сатып алушы іздеп хабарласып, мәміле жасайды. Бүкіл процесс бірнеше минут ішінде орындалуы мүмкін. Ал компания қалай ақша табады? Барлығы тегін ғой деп ойлайсыз. Бірақ шын мәнінде OLX-тің табыс көзі өте көп. Олар VIP жарнама, топ орны, яғни рекомендация шығару, бизнес аккаунттар деген сияқты нәрселермен осы қызметтердің арқасында компания үлкен табысқа шығып жатыр. Енді елестетіңіз. Сізде үйде қолданбай жатқан телефоныңыз бар. Немесе ноутбук, немесе велосипед, немесе фотоаппарат, бәрі шаң басып тұр. Ал дәл қазіргі біреу сол затты сатып алғысы келіп жүр. Сіз оны бірнеше минутта ішінде OLX-қа жариялайсыз, бірнеше сағаттан кейін алғашқы хабарлама келеді. Келесі күні тауарыңызды сатылып кетуі де мүмкін. Осылайша көптеген адамдар үйіндегі қажетсіз заттардан ақшаға айналдырып жатыр. Бұл тек бастамасы ғана. Кейбір адамдар OLX арқылы толыққанды бизнес жүргізеді. Қытайдан тауар әкеліп жариялайды, сатады, Қытайдан қайта сатып алады. Осылайша тұрақты табыс табады. Бірақ оның қараңғы жағы да бар. Интернетте алаяқтар көп. Олар жалған төлем жасайды, жалған жеткізу сілтемесін жібереді. Және алдын ала ақша сұрайды, банк картаңыздан мәліметтер алуға тырысады. Егер осы схемаларды білмесеңіз, ақшаларыңыздан айырып қалу мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан бұл видеода қауіпсіздік ережелерін де толық айтып өтсек болады. Ал енді сіз OLX туралы жай қолданушы емес, әлдеқайда көп ақпарат білесіз. Сіз OLX қалай жұмыс істейтінін, компания қалай ақша табатынын және қалай қауіпсіз сауда жасау керектігін OLX арқылы табыс табуға болатынын толық түсіндіңіз. Егер видео пайдалы болатын болса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Пікірге жазыңыз. Сіз OLX арқылы ең қызықты қандай затты сатып алғыңыз келеді немесе саттыңыз?